Так yaxshi, o'zi yurib o'zini qilyapti. Bo'lsa, Hozir avrxonada qabam shamol sirqatdan qoldi. Shamol o'rnida shu ekstrem operatsiya birdan so'ng jutga so'radi. O'sha qalin kiyimlar, жылы жүріңдер деген сөз. Жағдай болды деп сұрап жатқандар, жалпы жаңа бір диагнозын айтып еді, қалдым. Сонымен, короче, аяқтан назначение мен экстренный мына жерге жіберді. Аудандық емханаға. Бұяқтағылар операционный деді, сонымен қазір енді Алласы аман есен кіріп шықса, хаула вала куввата илля билля. Солай, негізі бүгін ертең жолға шығып кетемін деп ойламын Алматыға. Осылай жағдай болып қалды. Дұғада болыңыздар. Ең бастысы ата-анамыз аман болсын. Сол кісілердің барында өйстіп шалқайып жүріп ауырмаңыздар. Денсаулыққа қараңыздар. Сонымен қазір көкемді әкеліп тастап, обратно ауруханаға келіп бара жатқан жайымға сұрап, уайымдап жатқан жандарға көп рахмет. Ассалаумағалейкум, тағы да қайырлы кеш, қалайсыздар? Қолдап, уайымдап жазып жатқан кісілерге көп рахмет, Алла разы болсын. Папа жаңа негізі жарты сағатта операция істеп тастады. Жарты сағатта 20 минутта. Одан кейін сөз қашып айтуын ұмытып кеттім. Шүкір Аллаға бәрі жақсы. Қазір наркоздан ес жинап жатыр екен. Точнее, наркоздан кейін ұйықтап қалды да, короче, біраз әңгімелер айтты. Мен өзім наркозда жатқан кезде есіме түсіп кетті. Алматыға барып қайттым мен дейді ғой. В общем, не істеп жүресіз Алматыда десе, хамон үйінде жүрмін дейді. Сондай әңгімелер айтып, сонымен ұмытып кеттім сторис саламын. Шүкір Аллаға бәрі нормаль. Соған қазір керек нәрселерін әкеліп тастады, соған барады. Мына жерге тағы да бір камера қойып тұр, ұмытып кеттім. Жаңа түстегенше. Осы бізге, біздің ауылға ше камера қоя берген жұмыс. Осы біздің ауылға камера қоярда ше, осы жоғары жақта кісілер айтып бермей, бұл ауылда интернет жоқ, интернет қойсаңдаршы камера қойғанша деп. Сет жоқ. Былай білдей бір Кечетаз Машат деген аты бар. Ана жерге 50, ана жерге 60, сондай камера қоя берген де. Интернет істемейді ауылда. Билайнмен келсең істемей қалады, актив істеп жатыр дейді. Активпен келсең Билайн істеп жатыр дейді, Теле2мен келсең вообще істемейді. Ят қой, дамып жатыр, 21 ғасыр. Не дегенмен ауылды көркейтейік деген аттары бар. Жоғары жақтағы кісілерге мен сторисын көрмейтін де шығар олар. Просто бәрібір анда обидно да, ауылға келіп, не бір сторис салынмаса, не табиғатын көрсете алмасаң, видеоға түсіріп аласың, ауданға барып саласың. Бізге де бір қарап қойыңдар жоғарыдағылар. Төмен жаққа қарасында қорқынышты болады, бас айналып отқан жоқ па. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деп. Бағана ер адамдар андай ғой, көбінесе ауруларын қатты білдірте бермейді. Бірақ мен бір жерім ауру болса білдірдім, біз инстаграмға салып естейміз ғой. Папа кеше алдың күннен бері температура жетіп отыр екен. Бірден білдіртпей жүрді сонда. Құдай тамақта да сөйтіп берген. Бірақ негізі папаның мазасы қашып қалған былай резко білінеді. Түрі солып қалады кәдімгі, шамдай дымға жинаған соң. Алла қаласа жазылып, қайттан шапқылап жүр. Қазір бір нәрсе айтамын да сіздерге ше, бірақ көбіңіз түсінбейсіздер бұл сөзімді. Азынан бастап айтып жатырмын ғой, шайтан біздің уақытымызды ұрлайды деп ше. Шынымен де шайтан біздің қатты уақытымызды ұрлайды ғой. Білесіз ба? Намазға бөлінетін уақытымызды ұрлайды, оны қалай ұрлайды? Жалпы Аллахпен байланысты үзетін бүкіл нәрсені істейді ғой бізге. Кино көрсетеді, дорама көреміз, ананың өмірін талқылаймыз, мынаның өмірін талқылаймыз, дүниемен жарыстырады, ананың дүниесіне қызықтырады, мынаның дүниесіне қызықтырады, өзгелердің өмірін әдемі көрсетіп қояды да, ай шіркін ай, менде де осындай болғанда ғой, Құдай маған бермейді, осыларға ақ береді деп жаңағыдай Құдайға ренжітіп қояды ғой
кәдімгідей, білесіз ба, оның барлығын біз байқамаймыз ше. Менің осы 21 күндік сабағыма қатысып жатқан ханымдар айтады ғой, ая, оказывается, біз күнде ғайбат айтып жүргенімізді өзіміз байқамайды екенбіз ғой дейді. Оны шайтан байқатпай істетеді ғой бізге, білесіз ба, бір өзімізге кәдімгі білінбейді. Орамалымды шешіп тастағаннан кейін қайтадан Қослайыққа бардым. Өздеріңіз білесіздер, иә, барлығы сіздердің көз алдарыңызда өтіп жатыр. Менің өмірім почти бір сіздердің көз алдарыңызда өтіп жатыр ғой. Bir жасыратын ештеңесі жоқ. Қослайыққа бардым қайтадан. И қатты депрессияға ұшырадым. Кәдімгідей менің жылаған күндерімді, жылаған түндерімді сіздерге айтып жеткізе алмаймын. И бәрі бар да, жаңағыдай жұмысым да бар, әйтеуір ақшам да келіп жатыр. Нормально әйтеуір да, бірақ мынау тыныш емес қой. Что-то не хватает. Жүрегім тыныш емес, қарным тоқ, киімім бүтін, жұмысым бар, телевизорге шығам да, бірақ ол маған жетпеді, білесіздер ма? Мынау менің жүрегіме ол нәрсе бір ем болған жоқ та. Оказывается, жүректің емі жаңағыдай қарның тоқтығында, киімнің бүтіндігінде емес екен ғой. Жүректің тоқтығы мына Аллахпен бірге болған кезде екен да. И соны түсінген. И бір күні қатты өксіп жылаймын ғой. И айнаға қарап отырамын да. Не істеп жүрсің сен деймін да? Не істеп жүрсің деймін да? Шашыңды жайдың, көрсеткенің мода мынау. Не, мынау өмірде не өтіп атсың деймін да? Хорошо, қазір осы өмір түсіріп атсың. Анияққа не дайындап атсың деймін да? Ертең барған кезде не бетіңді айтасың барған кезде? Мен саған өмірді бердім, мүмкіндікті бердім, денсаулықты бердім. Неге пайдаландың деген кезде мен не айтам деймін ғой. Маған айтады ғой, қалай сен сразу өзгеріп кеттің деп. Мен өзім түсінбеймін. Шын айтам, өзім түсінбеймін. Сразу осындай бір ой келеді маған, сөйтемін да өз-өзіммен күресіп бастаймын. Так, мен қазір шашымды жайып жүрмін. Жайлап, білесіздер ма, мен орамал сразу таққан жоқпын ғой. Жайлап бетіп артына байлап жүрдім, жабық киініп бастадым, сөйтіп барып, мен орамал тақтым, иә, білесіздер оның барлығы. Орамал тағып жүріп, орамалды шешкеннің себебі, міне, шындығына келген кезде адамдарға мен әдемі болып көріну үшін. Болды. Адамдарға әдемі болып көрінгім келді. Шашымды жайдым, әдемі киімдерді кидім, неше түрлі каблуктарды киіп алдым, телевизорге шықтым, өстіп отырдым да. Ой, кім, Аягөз күшті, Аягөз красавица, Аягөз татты. Ой, ұнады да маған ана нәрсе, білесіздер ма? Неге? Өйткені Аллахтың разылығы маған ол кезде миыма да қонбаған да, түсінесіздер ма? Ал қазір маған бірінші кезекте Аллахтың разылығы, Аллахтың мені жақсы көретіні, Аллахтың маған деген махаббаты, бәрінен артық мені Аллахты жақсы көретінін түсінген кезде әдемі болып жүру, бояну, сылқымдану, шашты жаю мүлдем қызық болмай қалды. Қазір маған біреу орамал саған жараспайды деймін. Пусть жараспай қойсын. Главное, Аллахқа ұнап тұрмын. Бұл нәрсенің барлығын қыздар, мен сіздерге бір пайдам тисін деп айтып жатырмын негізі. Мен де сіз сияқты болғам. Мүмкін қазір шашыңды жайып жүрген шығарсыз, жас шығарсыз, жалындап тұрған шығарсыз, қыдырғыңыз келген шығар да. Мен сол ошибканы жасадым ғой. Мен де сол ошибканы жасадым. Мен де сіз жүрген жолмен жүрдім мен. Қазір мен сол жолға Аллах сақтасын сүйреп апарса да мен барғым келмейді. Өйткені ол жолмен жүрдім деген сөз, осы өмірді ғана сүрдім деген сөз да. И бір нәрсені ұмытпаңыздар, мен сіздерге бір имам емеспін, басқа емеспін да, бірақ кез келген мұсылман білу керек нәрсе. Барлығымыз білеміз, иә. Мүмкін 80 жыл өмір сүресің, мүмкін 90, мүмкін 100 жыл, иә. Болды, бітеді ғой сонымен. Бітеді, барлығымыз барамыз. Сосын барып, мен саған бұйрық қылдым ғой, орамал тақ дедім. Жауап жүр дедім әуретшеріңді. Намазыңды оқы дедім. Қайда бәр деген кезде не деп жауап бересіз? Осы сұрақты өзіңізге қойыңызшы, болды. Не деп жауап бересіз сізді жаратқан Аллаңызға?